тәрбиеленуші Шакулова Тамина. Мен Таминаның әжесі Шакулова Ботагөз Рамазанқызы, Таминаның анасы келінім Шакулова Дана Абатқызы. Қазақ халқы ежелден осы өз өнерімен, қол өнерімен, дастарханымен ерекшеленген. Міне алдымызда ою көрпелер, құрақ көрпелер жасалған, және де дастархандағы құралдарымыз, ыдыстарымыз бәрі де осы қазақ оюлармен өрнектелген. Міне қызым, сен үстіндегі казакайын, бас киімін бәрінде көріп тұрсың, бәрінде соның ою өрнектері бар. Міне, енді көкем саған таныстырып кететін. Мынау деген торсық, білесің бе? Торсық, оның ішіне біздің атамыз, аталарымыз сұйықтық, қымыз, шұбаттарын құйып, өзінің жанында атқа мінгенде далаға шыққанда ұстап жүрген. Түсінікті ме көкем? Енді дастархан мәзіріне келсек, біздің дастарханымыз өте бай, қазақтың халқының астан басталып, бас берген, ақтан көже жасап, қазы қартасы, сары майы осы дастарханда болған. Мына бауырсақтарымыз, ол міндетті түрде әр дастарханда асалып отырыңдар, енді дәм татыңдар. Рахмет қызым. Енді тоқтала кететін болсақ, мына сүттен жасалған ірімшік. Қазіргі заманауи уақытта оны деген түрлі әдістермен жасап жатыр. Енді мен өзім екі әжемнен көре қалғаным бар. Олар деген қой сойылған уақытта сразу ұлтабарын алып, осындай табаққа, айранға салып қоятын еді. Содан қазанға сүтін құйып, оны қайнатып, сол қазанға қайнап жатқан сүтке ұлтабарды салып жібергенде, сүт сразу сол сағатта ірімшікке айналатын еді. Оны қатты етіп қайнатып, суы сарқылғанша қып-қызыл етіп қайнатады, содан кейін сүзіп алып, төбеге жайып қоятын еді. Кепкеннен кейін, қазіргі уақытта біз мясорубка дейміз, содан өткізіп, сары майын қосып, қонақтарға, әр дастарханға ұсынады еді. Енді қазақтың дастарханы деген осы, болашақта сіздер соны жалғастырасыңдар, ары қарай ұрпаққа үйрене бересіңдер. Рахмет, мама, жақсы түсіндіріп кеттіңіз. Жалпы осы қазақ отбасында әженің орны ерекше және қадірлі. Біздің әулетіміздің асыл да ардақты әжеміз өзіңізсіз. Қызым, әжеге арнап әдемі әніңді шырқай ғой. Немереме қолда беререм, аман болса ұрпағым, шын бақытқа кенелем.